Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге өте оңай 3-ақ ингредиентпен жасалынатын оңай десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына ешқандай желатин қосылмайды. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көруге кеңес беремін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді де ұмытпаңыз. Бізге қажетті сүт және де крахмал, шоколад қажет болады. Ең әуелі ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Және де содан соң үстінен крахмалымызды салып, бір келкі болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай да бір түйіршік қалмауы қажет. Содан соң үстіне шоколадты салатын боламыз. Кез келген шоколадты қолдануға болады. Өзіңізге ұнаған шоколадты қолдансаңыздар болады. Үстіне шоколадымызды салып, орташа отқа қойып және де венчиктің көмегімен шоколадымыз ергенше тоқтатпай араластырып тұрыңыздар. Шоколад ере бастаған кезде міндетті түрде лопаткамен араластырыңыздар, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Және де үздіксіз тоқтатпай араластырып тұруларыңыз қажет. Өзі бір қайнап шыққан соң қоюланады, дәл сол кезде міндетті түрде отымызды өшіріп, оттан алыңыздар. Міне дәл осы десертімізді, дайын болған сұйықтығымызды, яғни әртүрлі формаларға салуға болады. Менде 2 түрлі форма бар. Біріншісі осындай кішкене дөңгелектеу формаға толығымен бір тегіс етіп салып аласыздар. Үйіңізде қандай форма бар, жалпы кез келген форманы қолдануға болады. Барлығын толығымен бір тегіс етіп салып шығыңыздар. Менде екіншісі кекстің формасы. Кекстің формасына да салдым. Бұл әсіресе балдарға ұнайтын сөзсіз. Менің өзім балдарыма өте қатты ұнады бұл десерт. Сүйсініп жеді десем де болады. Кекстің формаларына салып, барлығын салып болған соң, мұздатқышқа 30-40 минутқа салып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуына 5-ақ минут кетеді, ал 30-40 минутта дайын болады. Міне формасынан да оңай алынады. Түрінің өзі қараңыздар, өте әдемі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өйткені біздің балаларымызға, өзіме де өте қатты ұнады. Ешқандай желатиннің қосудың да қажеті жоқ. Сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрқайсыңыздың пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Алдағы уақытта мен каналымда керемет, күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.